Баршаңызға сәлем достар. Бүгін үй жағдайында дөнер дайындайтын боламыз. Бізге қуырылған филе, помидор, қияр, пияз, сәбіз және картошка фри керек. Қазір соусына мен майонез пайдаланамын. Майонезге осылай 1-2 зубчик чеснокты майдалап, турап немесе теркадан өткізіп қосып араластырамыз. Сонымен біздің соусымыз дайын. Және де мен дайын кетчупты пайдаланамын. Картошка фриді қалай дайындаймыз? Картошкамызды соломкаға турап аламыз. Одан кейін үстіне тұз қосып, салқын суға бірнеше қайтара жуамыз. Одан кейін осылай кішкене суы сорғысын деп орамалымыздың үстіне кептіріп қоямыз. Дайын болғаннан кейін қызып тұрған майға қызартып картоптарымызды пісіріп аламыз. Келесі кезекте филемізді ұзынша етіп соломкаға турап, дәміне қарай тұз қосып, соевый соус қосамыз 1 ас қасық және де тәтті паприка қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сковородкамызға аз ғана майды құйып, осы филемізді қуырып аламыз. Филе өте тез дайын болады. Міне бізде барлық керекті ингредиенттеріміз дайын. Енді менде осындай қарапайым, өзіміздің барымыз білетін осындай лаваштың бездрожжевой түрі. Одан кейін осындай тандырный лаваш та бар. Тандырный лаваштан мен бірінші рет жасап көрейін деп жатырмын. Міне осындай болады. Қазір ең алдымен мен осы өзіміздің қарапайым бездрожжевой лаваштан бастаймын. Майонезден жасалған соусымызды, кетчупымызды жақсылап жағып аламыз осылай. Кішкене молырақ қып жақсаңыздар, сухой болып қалмайды, сочный, өте дәмді болады. Келесі кезекте филемізді, картопымызды, қияр, сәбізбен пиязды енді өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. Ол не обязательно. Помидорын барлығын осылай қосып аламыз. Содан кейін дөнерімізді осылай екі жағын қайтарып отырып бүксеп жинаймыз. Егер сіздерде грильница болмаса, мен сияқты осындай үлкен сковородкада дөнердің екі жағын жақсылап үстінен кішкене басып, қыздырып салып алсаңыздар болады. Міне, мен екі жағында өстіп табада жасап алдым. Өте хрустящий, күшті болып шықты. Міне дөнеріңіз. Міне қараңыздар, сондай өте дәмді болып шығады және де ақшаларыңызды үнемдейсіздер. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте сочный, сондай керемет болып шығады. Менде барлығы міне осыншама болып шықты. Балалардың өте сүйіп жейтін тағамдарының бірі. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.